Жалпы педагогика. Жалпы педагогика екі нәрсе жайында сөйлейді. Бірінші дене тәрбиесі, екінші жан тәрбиесі жайынан. Дене тәрбиесі. Жаңа туған бала бір кесек ет деуге болады, оның жан тұрмысы әлі білінбейді. Сондықтан ата-ана жас баланы тәрбие қылғанда күшінің көбін баланың дене тәрбиесіне жұмсауы міндетті. Дене тәрбиесіне жеңіл қарауға болмайды. Жан дұрыс тәрбие қылынса болды, дененің қанша керегі бар деп ойлау дұрыс емес. Дене жанның қабы. Қап берік болса, ішіндегі зат та берік болмақ. Дене жанның құралы. Құралы мықты болса, иесі де мықты. Сау жан, сау денеде ғана болады деген адамзат дүниесінің ескі мәтелі шын, дұрыс мәтел. Жаңа туған баланы тәрбие қылуға кіріскенде тәрбиеші төмендегі нәрселерді білуге және істеуге тиіс. Өлшеу. Егер де сау болса, жаңа туған баланың салмағы 8 қадақ шамасында болады. Ескерту. Қадақ ертедегі шығыс елдерінің көбісінде қолданылған салмақ бірлігі 1 қадақ 200 граммға тең. Нашар, аурулы бала 6 қадақ шамасында. Нағыз сау таза бала 10-11 қадақ шамасында салмақты болады. Бастапқы 2-4 күн ішінде түрлі себептермен баланың туғандағы салмағынан 1-2, 3-4 қадақ шамасында кемиді. Мұнан соң салмағы бірте-бірте арта бастайды. 7-10 күнде туғандағы салмағына қайта түседі. Айдың аяғында туғандағы салмағының 1-3, 6 ай шамасында 1-2, аяғында 3 есе артады. Ондан кейін салмақ арту шабандай береді. 2-ші жыл бойына бастапқы салмағынан 1-5, 3-ші жыл бойына 1-10, ал енді 4 жасынан 10-ға шейін жылына 4-5 қадақтап артып отырады. Бала сау болып туды ма, аурулы болып туды ма, сау болып өсіп келе ме, жоқ, ауруға айналды ма? Осыларды дұрыс біліп отыру үшін жоғары мөлшер бойынша баланы өлшеп отыру керек. Бастапқы айда күн сайын, мұнан соң жыл толғанша 7-сіне 2 рет, 2-ші жылда 7-сіне 1 рет, 3-ші жылда айына 1 өлшеп отыру мақұл. Баламды безбенге сал деп айттым деп қазақтың ыршып кетуінде сөз бар ма? Тәрбиенің басқа түрлерін ести келе адуын әжелер аршымақ түгіл ұрсып сөгіп тастар. Әйткенмен амалғанша көтерерміз. Мойнымыз жуан болғанмен өзіміз жуаспыз. Біздің бар тілегіміз ырши-ырши бізді ұрса-ұрса тек біздің айтқанымызды істесе екен. Қайткенмен де біреу болмаса біреу, 100-ден біреу болмаса 1000-нан біреу осы педагогика көрсеткен жолмен жүрер деп сенеміз. Біз өзімізді ақынның сөзіңді біреу алмас, біреу алар, құлағын біреу салмас, біреу салар деген сөзімен жұбатамыз. Жылылық. Баланың жеткен адамда өлшеулі жылылығы Цельсий бойынша 37-37,5 градус болады. Бірақ жаңа туған бала денесінің жылылығы бастапқы күндерде түрлі себептермен мына өлшеуден 2-3 градус кем болады. Әйткенмен де ұзамайды, бұрынғы қалпына түседі. Және баланың жеткен адамда жылылығы бір тәуліктің ішінде бір қалыпта тұрмайды. Біресе өлшеуден асып кетеді, біресе төмен түседі. Жылылықтың төмендейтін уақыты таңертең, жоғарылайтын уақыты кеш. Дене жылылығы термометр деген бір құралмен өлшенеді. Осы құралмен баланың денесін күн сайын өлшеп тұру керек. Жылылық белгілі бір өлшемде тұрса, баланың сау болғаны. Не жоғарылап, не төмендеп кеткен болса, баланың ауру болғаны. Жылылық өлшеніп отырылса, келе жатқан науқастың алдын алуға болады. Болмаса науқас билеп алып, баланы қолды-аяққа тұрғызбай шыңғыртқанда, оның науқас екенін білу көбінесе пайдасыз болып шығады ғой. Дем алу. Жаңа туған бала 1 минутта 40-44 рет дем алады. Бұнан соң 1-ші жыл бойынша 35-40 рет, 2-ші жылда 28, 3-ші жылда 25 рет. Сөйтіп кеме 15 жаста 1 минутта 17-20 рет дем алатын болады. Міне, дем алудың осы мөлшерден артық не кем болу баланың сау болмауын көрсетеді. Баланың дем алуын ояу отырғанда санау қиын, ойнап, қозғалып отырғанда дем алуды мөлшерден арттырып жібереді. Дұрысы, ұйықтап жатқанда санау. Тамыр соғу. Жаңа туған баланың тамыры 1 минутта 150 рет соғады. 2 жасар баланың тамыры 120-ға дейін соғады. Жеткен адамның тамырын соғы 1 минутта 65-70-тен аспайды. Бала ояу отырғанда, әсіресе жылағанда, тамыр соғу жиілеп кетеді. Мұндайда мөлшерлі соғудан 20-25 артық соғады. Баланың тамырын бала ұйықтап жатқан кезде байқау керек. Сонда белгілі мөлшерден тамыры артық, кем соқса, баланың сау болмағаны. Тамырын ұстау арқылы бір адамнан ауру сау екенін білетін болса, тамыршылық деген әулиелік емес екенін өзінен өзі көрініп тұр. Бірақ надандыққа не шара? Біздің надан ауылымыз тамыршыны жыныменен сөйлесіп, күбірлесіп, тәңірмен тілдесіп отыр деп біледі. Бала бөлмесі.
Мына сөзді оққанда атының басы тиіп жорғасы қалып па дегендей қазақтың өзіне үй бітіп, баласын бөлмесі қалып па деп күліп кекетуші де табылар. Шын айтқанда қазақта үй дерлік үй бар ма? Жоқ. Өнерлі ауылдың адамы түгіл малы да жатпайтын бір былық қора. Қазақтың қысқы үйінің көбі жермен жексен болып жатқан шымнан жасалған бір қуыс. Терезе деген шыққанның көзінде бір тесік. Есіктен, астан, үстен аңырап тұрған суық. Желдің ызының, дауыл, боранның адасқан андай ұлыған естігін келсе, сорлы қазақтың қысқы үйіне кір. Шым қабырғадан, төбедегі сирек салынған сырғауылдың арасынан сорғалаған су, жер үйденсіз, босағада қатар-қатар малдың төлі, иіс, қоныс, түтін. Егер қазақ жаз шығысымен мынау сасық үңгір зіндемін тастап, киіз үйіне шықпаса, сөз жоқ, бірнеше жылдың ішінде қырылып бітер еді. Мінекей, жыл 12 ай ішінде 8-9 ай қазақ тұратын үйдің түрі осы. Әрине, мұндай үйде тұрған қазаққа бала бөлмесе пәлендей болсын деп айту орынсыз болар еді. Бірақ біздің үмітіміз келешекте сорлы қазақ мәңгі сасық үңгірде құрттап, шіріп жата бермес, тұрмысын, үйін, күйін түзетер деп сенеміз. Бала бөлмесінің ішінде 5-6 куб сажын ауа болсын. Сажын, бұл көне орыс сөзінде өлшемі. Бір сажын 2,13 метр. Және ауа жиі жаңартылып тұрсын. Бала жатқан үйде кір жуу, кір кептіру, кірлеген киім тастау жарамайды. Себебі кірдің кірі бу болып, ауа болып, баланың ішіне кіріп, саулығына зиян келтіреді. Бала бөлмесінің жылылығында бақылап тұру керек. Жаңа туған бала жатқан бөлменің жылылығы Реамер бойынша 17-18 градус, 1,7 мен 6,7 арасында 16-17 градус. Мұнан соң 15-16 градус болуы тиіс. Қандай үйдің болса да бөлмесі жарық болу керек болатын болса, бала бөлмесінің жарық болуы тым керек. Қараңғы үйде тәрбиеленген баланың өсуі шабан болады. Тамағы қанша жақсы болса да зағып нашар болып өседі. Сондықтан бала жатқан бөлменің жарығы мол болу керек. Бөлменің жарығы мол болу үшін оның терезелері оңтүстік күн-шығысқа, оңтүстік күн-батысқа қарауы шарт. Терезелер тура оңтүстікке қараған бөлме қысты күні жарық жылы болғанмен жазды күні ыстық қапа болады. Ал енді терезелері солтүстікте, түн жаққа қараған бөлме қашанда қолайсыз. Сөз аяғында қазақтың киіз үйде бала өсіруі, асырауы туралы 1-2 ауыз сөз айтып өтейік. Бала тәрбиелеу үшін киіз үйді аса қолайлы деуге болмайды. Аңғал-саңғал, ашық тесік киіз үй, баланың жел тиіп, суық тиіп ауру болуына көп себепші. Бірақ баланы киіз үйден біржола бездіріп алып кетуге орын жоқ. Киіз үйдің зиянды болғаны сықылды, пайдалы жағы да бар. Әңгіме сол киіз үйдің ішінде баланы ұстай білуде. Таза ауа сол киіз үйде болмағанда қайда болады? Тегінде жаратылыспен бауырласып құшақтасқан, алдындағы малмен бірге жүріп, бірге өскен қазақ баласында аса нәзік етіп, үлбіретіп тәрбие қылмаған дұрыс болар еді. Бұл сөзбен мен баланы баяғыдай шалбардың ішіне салып асыра деп айтып отырғаным жоқ. Ол заман озды ғой. Әйткенмен де қазақ баласының тәрбиесі қазақ тұрмысына қабысуы мақұл. Баланың тамағы. Баланың жақсы өсуі үшін оның тамағы да жақсы болуға тиіс. Тамақ баланың өсуіне қарай өзгеріп отыру керек. Бастапқы кезде балаға ең дұрыс тамақ ананың сүті. Сүттің ішінде дене керек заттардың бәрі бар. Ана сүті бала өскен сайын өзгеріп отырады. Ана бір себептерден баласына емізе алмайтын болса, әрине қолдан асыруға тура келеді. Бірақ емізуге мүмкін болғанда абзалы ананың өзі емізуі. Статистика санақ пәнінің көрсеті бойынша ана сүтін емген 100 баладан бір жылда 15-20 ғана өледі. Ал қолдан асыраған 100 баладан бір жылда 65 шамада өледі екен. Қолдан асырау. Қолдан асырғанда балаға лайықты тамақ есек сүті мен ешкі сүті. Бұл екеуінің бірі болмаған күнде сиыр сүті. Бірақ сиыр сүтінде ақ белковина мен май көп, қант аз. Сондықтан сиыр сүтін сұйылту және тәттілеу керек. Жаңа туған балаға берілетін сиыр сүтінде 3 есе су қосу керек. Мұнан соң 2 айға шейін 1 бөлім сүт, 2 бөлім су, 3 айдан 6 айға дейін екеуінде бірдей, ал 9 айдан былай таза сүттің өзін беріп отыру керек. Бір ішкізгеннен қалған сүтті екінші рет беруге жарамайды. Балаға беретін сүттің жылылығы адам сүттің жылылығындай болу керек. Цельсий бойынша 35-37 градус, Реамер бойынша 26-28 градус. Сүтті тәттілеу үшін сүтке кәдімгі қант салу керек. 1 стакан сүтке 1 бал қасық қант жетеді. Балаға берілетін сүт сау сиырдың жаңа сауған сүті болсын. Әр сиырдың сүтін бір бергеннен бір ғана сиырдың сүтін берген дұрыс. Сүт ыдысы таза болсын. Сүт қайнатылуға тиісті. Емізік.
Қолдан асырағанда балаға тамақ беру үшін қолайлы әдіс емізік. Ішіндегі сүтін емізіп болған соң құры емізікті балаға сорғызып қою тіпті дұрыс емес. Біріншіден, баланың іші желге толып аурулы болуға себеп болады. Екіншіден, желімнен жасалған емшек баланың денесіне зиян келтіреді. Баласына құры емізікті сорғызып қойып, ауыл қыдырып өсек аңду анаға лайықты емес. Баланы таба білсең, ерінбей дұрыс баға біл. Аралас тамақтандыру. Анасы емізген бала біраз өскен соң анасының сүтінен басқа тамақ тілей бастайды. Ол уақытта ана сүтінен басқа тамақ бере бастауға мүмкін. Жай тамақты 6 айсыз бере бастау дұрыс емес. Жай тамақ бергенде әуел желінен бастап, бірте-бірте ауырына көшу керек. Мысалы былай: сиыр сүті, бал қаймақ, ақ ірімшік, қатық, ащы қылып ұйытпай шартымен, қаймақ, жұмыртқа және сорпа. Ал енді жас балаға, яғни 1 жасқа толған кезде май, нан, ет беру тіпті дұрыс емес. Қызыл егімен қажалатқызып балаға нан беріп, ет беріп, сорғалатып май беріп қойған ана баланың дос емес, қасы. Маған майлы бауырсақ, қазы, қарта шайнап бере көр дегендей, баласына ет, нан шайнап беретін ана ананың нағыз оңбағаны. Барлық денесі асқазаны тіпті нәзік баланың нан, май, ет жеп көтеретін қанша күші бар. Қазақ баласының ауру болуы көбінесе осы талғамай тамақ жегеннен болады. Ауру астан деген қазақ мақалынан айналып кетсем болмас па? Тамақтандыру тәртібі. Баланы ананың өзі емізсе де, немесе қолдан асыраса да баланы белгілі бір тәртіппен тамақтандыру керек. Баланы ана емізген күнде емізу тәртібі былай: жаңа туған баланы күндіз 2-3 сағатта 1, түнде 3-4 сағатта 1 емізу қажет. Ал енді бала өскен сайын емізуді сиректете беру керек. Былайша бірнеше айда тәулігіне 8-9 рет, 4 айға шейін 7-8 рет, жарты жасқа шейін 7 рет, 9 айға дейін 6 рет, түн ұйқы уақыты. Сондықтан баланы түнде сирек емізуге әдеттендіру керек. Мысалы 5 айлық баланы түнде 1 емізу жетеді. Баланы қолдан тамақтандырғанда тамақтандыру тәртібі осы. Бірақ қолдан тамақтандырғанда тамақ белгілі бір мөлшермен беріліп отыруға тиісті. Бала тамағының мөлшері баланың асқазанының зорлығына байлаулы. Жаңа туған баланың асқазаны бастапқы кезде 3 қасық ас сияды. Екіншіде де 6 қасық, екінші айда 9-10 қасық. Міне, осы асқазанның зорайына қарай балаға берілетін тамақ мөлшері де зорайып отыруға тиісті. Балаға тамақты тәртіппен беру оның дұрыс өсуіне, аурулы болмауына, хатта мінезіне дұрыс болуына да көп пайдасы бар. Балаға тамақ тәртіпсіз, ретсіз, былапыт берілсе, бала аурулы болады, асқазаны бұзылады, ішкен жеген тамағын сіңіре алмайды. Ет жеу секілді бала аурулары сол тәртіпсіз тамақ беруден. Жер жүзінде балаға тәртіпсіз тамақ беретін әйел 2 болса, біреуі қазақ әйелі. Бала ұйқысы қанып оянса да, бір жері ауырып, немесе төсегі тынышсыз болып жыласа да, оны шешіп алып қарау жоқ. Емшегін баланың аузына сала қояды. Бала түнде ың етсе, бесікті албастыдай басып отырып алады. Емшек балада, ана ұйқыда. Жазаласа баласын басып өлтіріп те тастайды. Баланың аузына емшегін алса, баланың қолына басқа бір тамақ тұтады. Сорлы баланы 1 минут тамақтан босату жоқ. Немесе мынандай істе болады: шеше не бір жұмыспен, не жай қыдырып кезіп кетеді. Мана кеткен шеше әлі жоқ. Ерте күн түс болды, түс кеш болды. Бала аштан аш жатыр, қарны ашады. Шырқырап шегі қатып жылайды. Бейшара бала жылап-жылап әлсіреп, талып барып ұйықтайды. Кешке келіп ұйқылы ояу талып жатқан баланы көріп, құлымныңның тамақ іздемей жыламай тәтті ғана ұйықтап жатқанын қараш, дейтін шешеге не дерсің? Қазақ қатыны. Өзінде өзінің қасын болмаса, баланың аузына астан алмай, аспен ұрып шығып, болмаса тамақ бермей аштан қатырып, талдырып ұйықтатып бала асырауынды ғой. Тамақты беріп баланды қабақтай, ботын таяқтай көк қарын, ши борбай қылма. Баланды аурулы қылма. Асты мезгіл беріп тәртіпке үйрет. Тамақты тәртіппен берсем, баланың дені сау болады. Құр ас иесі қомағай болмайды. Аузынан ас алмайтын мешкей болмайды. Тамақты тәртіппен ішіп үйренген баланың мінезі де дұрыс болады. Емшектен айыру. Бала аурулы болмаса, 1 жасқа толмағанда ана сүтінен басқа ас ішіп, біраз түсі, шамамен 8-12 тісі шыққан болады. Міне осы уақытта баланы емшектен айыру керек. Айырғанда күл, көмір сеуіп, насыбай жағып,
әурелемей-ақ емізуді сиректетіп баланы бірте-бірте бездіру керек. 3-6 апта ішінде. Ал енді кейбір қатындардың еркелеткен жөні осы екен деп 5-6 жас баласы кезінде емізу қойлары тымақ ұнамсыз іс. Ұнамсыз ғана емес, балаға да, анаға да зиянды іс. 2 жасар және 3 жасар баланың тамағы. 2 жасар баланың денесі әжептәуір берік болады, сондықтан бұл жаста балаға бірте-бірте ет, нан сықылды күшті ас беруге мүмкін. Ет бергенде жеңілінен бастау керек. Ешкі, қой, сиыр еті, жылқы еті ауыр. Оны 2-3 жасар балаға бермеген дұрыс болар. Баланың асқазанына лайық нан, бидай ұнынан пісірілген нан. Балаға шай ішкізу тіпті дұрыс емес. Кәмпит, бірәндік, өрік, мейіз, сықылды тәтті беруге де жарамайды. 1 жасқа толмаған бала түгіл, 2-3 жасар балаға да қымыз ішкізу мақұл емес. Қымыз баланың тынышын алып, мензен бейшара қылады. 2-3 жасар балаға тәулікте 4 рет тамақ беру керек. Түнде емес, күндіз 4 сағатта бір. Балаға тамақты бөлек үйде беру артық, үлкен кісілермен бірге ішіп, бірге жесе, үлкендерге еліктеп, мөлшерден артық ас ішеді. Мұның зиян екені белгілі. Баланы шомылдыру. Баланы шомылдыру оны кірден арылтады, бойын жеңілдетеді, еңсесін көтереді. Жаңа туған баланы шомылдыратын судың жылылығы шайға шейін Роймер бойынша 29 градус, 3-ші айдан жыл аяғына дейін 28 градус, 2-ші жылда 27 градус, мұнан соңғы жылдарда 26-25 градус болып, бала өскен сайын төмендей берсін. Ең төмен дегенде 22 градустан кем болмауы тиісті. Жаңа туған баланы су ішінде 5 минут, ай жарымдық баланы 8 минут ұстау керек. Бұдан артық ұстауға жарамайды, бала әлсіреп қалады. Әуелгі 9 күн ішінде тәулікте 2 рет, ай жарымға дейін 1 рет, 6 айға дейін күнара, 2 жасқа дейін 7-сіне 2 рет, 2 жастан соң 7-сіне 1 рет шомылдырып отыру керек. Баланы тамақ берердің ұйықтардың алдында шомылдыру артық. Бала шомылдыратын үйдің жылылығы 17-18 градустан жоғарырақ болсын. Баланы шомылдыратын болған соң әсіресе қолтықтарын, мойнын, шабын жақсылап қарау керек. Көзін, құлағын, басын таза ұстау керек. Былық қолымен баланың көзін тазартушы болма. Неше түрлі көз ауруы осыдан болады. Тамақ бергеннен кейін баланың аузын тазалап отыру керек. Таза шүберекті қайнаған суға малып, шынаяққа орап тазарт. Есін білген баланы аз ішкеннен кейін аузын шаюға үйрету керек. Ауызда иіс болмайды, тісі бұзылмайды. Қазақ қатынының баланы тұзды сумен шомылдыратын теріс деуге болмайды. Еттің пісуіне, шынығуына тұзды судың пайдасы бар. Ал енді баланы маймен сылау тіпті дұрыс емес. Май терін тесіктерін бітеп тастайды. Еңсені көтертпейді, кірлетеді, терлетеді. Баланы өс деп денесінің құрыс-тырысын жазу аса теріс болмас. Бірақ еп керек. Өс деп баланың бір жерін шығартып алып жүрме. Киім. Баланың дұрыс өсуінің негізгі бір шарты киімінің дұрыс болуы. Баланы желге, күнге тигізбеймін деп орап, шымқап, үлбіретіп өсірудің қажеті жоқ. Бұлай өскен бала ауырымпаз келеді. Шынықтырамын, денесін берік қыламын деп жалаңаш жалпыстау да жарамайды. Шынықтырамын деп жүріп ауруға шалдықтырып, жазатайым өлтіріп алуға да мүмкін. Киім дененің жылылығын сыртқы суығын денеге жібермейтіндей болсын. Сондықтан бала киімі жұмсақ, жеңіл нәрседен тігілу керек. Бала киімін үлкен кісілер киіммен бірге жууға жарамайды. Үлкен кісі киімнен бала киіміне бір нәрсе жуғуы мүмкін. Жеткен адам денесіне зиян келтірмеген нәрсе жас баланың денесіне зиян келтіру оп-оңай. Баланың киімі қопылдаған кен, денені қысып тұрғандай тар да болмасын, шақ болсын. Балаға биік өкшелі етік кигізу, белін белбемен қысып тастау жарамайды. Жалпы айтқанда, бала киімі әдемі болсын деп емес, ыңғайлы болсын деп білу керек. Бөлеу және бесік. Педагогика ғалымдары бала бөлуге атымен қарсы. Баланың дұрыс өсуіне, қаны жүруіне, асасынуіне кесел деп көп дәлелдер көрсетеді. Бұл дәлелдердің салмақты екендігіне талас жоқ, бірақ қазақ тұрмысы көзінен қарағанда бөлеуден безуге бола қоймас. Көшпелі абыр-сабыр тұрмыста бөлеудің пайдасы да бар шығар. Әңгімені бөлеуде. Тас қылып бөліп тастасаң, қан тоқтатпақ түгіл жанын да шығарып аларсың. Саулығына зиян келтірмей бөлеу туралы ой жүгірту үшін бесік жайында сөз қозғамай болмайды. Қазақ бесігі аса ұсталықпен жасалған нәрсе. Жөргегі, тартпалары, астындағы тесігі, шүмегі, түбегімен баланың таза, жинақ жатуына көп себепші. Бірақ әңгіме мынада. Осы бесікке баланы қалай бөлу керек? Қазақ қатыны баланы жөргекке орап бесікке екі жерден
кеудеден бір, аяқ үстінен бір тас қылып таңып тастайды. Бұлай таңып тастау әрине балаға зиянды. Баланы бесікке бөлетін болсақ, осы зияннан қалай құтыламыз? Маған мынандай бір ой келді. Баланы екі жерден қысып, қан жүріне кесел қылмас үшін тартпаны кеңейту жолын қарастыру керек. Менің ойымша тартпаны екеу қылмай біреу қылсақ, біреу өткенде баланың мойнынан аяғына жететіндей қылсақ. Енді тартпа демейік, жабу делік. Жабу бесіктің бір жағына айталық 6-7 баумен байланған болса, баланы жүргегіне орап, төсегіне салып, 6-7 баумен байласақ. Міне осындай жабумен таңылса, қысу бар денеге тегіс түскендіктен аса зиянды болмас еді. Бұл бір тәжірибе көрмеген ой. Мүмкін қате болуы мүмкін. Мен үшін емес, баласын дұрыс тәрбие қылу үшін ата-ана осы ойды бір тәжірибе қылып көрсе игі болар еді. Баланы бесікке бөлуді мақұлдадық. Қалай бөлу туралы да ой жүгірттік. Енді тербетуге келейік. Күн батып барады. Үй іші қара көлеңке, қақаған қыз. Сасық үңгірдің ішінде терезе аталған тесіктерден суық жел азынап кіріп, ашандай олып тұр. Жаз болса торлықтың етегінен, шидің етегінен жыландай жүз бұралып, қоңыр жел кіріп жолдасын жоғалтқандай, жандай мұнды, зарлы қоңыр бір әнге басады. Үйдің бір босағасында бесік қарауытады. Ішінде бүлінулі бала жатыр. Жылап-жылап шаршаған, енді айғай салып жылауға шамасы жоқ. Әлсіз ғана ыңыранады, бесік жанында баланың анасы көрінбейді. Әлде қайда кеткен? Мал жайлап шаруа қылып жүр ме? Әлде көрші үйдің қатынымен басын шұлғи-шұлғи бір қысыр кеңесте отыр ма? Кім білсін? Бесік жанында көзі көрдей сұп-сұр бір кемпір отыр. Құрысқан қолы бесіктің арқалығында, салмақпен бесікті тербетеді. Бала ыңыранады, жел күңіренеді, кемпір де күңіренеді. Әлде ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін. Байқұтанның құйрығын жіпке тағып берейін. Әлде ай, деп күңіренеді кемпір. Кемпірде талу жоқ, тербетеді, күңіренеді, тербетеді. Баланың ыңылы баяулап келеді, басылады. Бала ұйқыда, кемпір күңіренеді. Болмаса сол кеште бос үйде жас баланың 7 жасар әпкесін отырғыз. Жел жылайды, бесіктегі 1 жасар да жылайды, жанында отырған 7 жасар да жылайды. Бос үйде дауыс шығарып, қорқуын азайту үшін бесікті тарсылдатып тұрып тербетеді. Әлде не уақытта бала ұйықтайды, бесік жанында өксіген баса алмай әпкесі әлі отыр. Не болмаса мынандай картинаны көз алдына алып кел. Бала бесікте бүлініп жатыр. Қасында төсекте шешесі қалың көрпені жамылып шырт ұйқыда. Қарны ашты ма, тонды ма, төсек тынышсыз болды ма, бір мезгілде бала оянып жылайды. Бастап ақырын жылайды. Еленде қылған ана жоқ, дауысты молай тыңқырайды. Оянған ана жоқ. Шыры шығып, шырылдап, шеге түйіліп жылайды. Ыңырана түсіп шеше оянды. Бесікті ерініп ақырын қозғайды. Оған бала оянбайды. Тұрмадым деп ашуланғанда айқайын үдете түседі. Шешесі ұйқысына шыңқырап, қарғай баланы тербете бастайды. Үй ішінде жел долданады. Шеше де долданады. Ой, көгала келсін, шешек шықсын, дейді шеше. Тарс тұрс тербетеді. Баланы айқайын бесіктің тарсыл женеді. Әлдене уақытта бала ұйықтайды. Баласын күпірлеп, қарғай қорылдап ұйқыға кетеді шеше. Әрине, қазақ қатын көбі мұндай емес қой. Бірақ көбі осындай десек, аса адаспаймыз. Пысық, сергек бала қадірін білетін аналардан мына сөзім үшін кешірім сұраймын. Күңірене баланы әжесі ұйықтатты. Жылай баланы бала ұйықтатты. Қарғай баланы ана ұйықтатты. Баланың осы ұйқысы сау ұйқы ма? Шын ұйқы ма? Жоқ. Бұл дұрыс ұйқы емес. Бала ұйықтату емес, шайқап баланың басын айналдыру. Басын айналдырып, естен тандыру. Тербетіп ұйықтату, баланы талдырып ұйықтату деген сөз. Тербетіп ұйықтатылған бала ұйықтап жатқан жоқ, талып жатыр. Өзінде бір нәрсеге тас қылып танып тұрып, ешіл қарсыл шайқап, тербетіп талдырып тастаса болар ма? Қазақ әйелі, баланды қасым болмаса тербетпе. Бесік баланың жататын орны, естен тандырылып талдырылатын орны емес. Осыны ұғу керек. Ұйқысы тыныш болу үшін баланы көзді шағылыстыратын жарық жоқ, құлақты жаратын айғай жоқ жерде ұйықтату керек. Әсіресе кенет айғай болмасын. Баланың тыныш ұйықтауына себеп болатын бір нәрсе баланы белгілі бір орында ұйықтату. Және баланы жарылысын өзі ұйқы үшін белгілеген уақытта, яғни түнде ұйықтату керек. Баланы түнде ұзақ ояу отырғызу дұрыс емес. Баланы тамақ берісімен ұйықтату тіпті жөнге келмейді. Ұйқысы тынышсыз болады және саулығына зиян. Тамаққа тоя сала ұйықтату біздің жалпы зиянды әдетіміз.
Ұйықтағанда дененің мүшенің бәрі демалатын, тынығатын уақытта асқазанға сен тынықпай жеп ішкенің бәрін сен қорытып денеме сіңіре қой деу тіпті жөнге келмейтін бір зорлық емес пе? Ол сорлы қайтсын, бұл қызметті атқара алмайды. Міне, осындайдан асқазан бұзылып, адам бөсір сықылды, неше түрлі аурулар пайда болады. Жас бала тіпті көп ұйықтайды. Жаңа туған бала ұйқыдан тамақ үшін ғана оянады. 24 сағат бір тәуліктің 20 сағатын ұйқымен оздырады. Бала жарты жас шамасында әжептәуір уақыт ояу отырады. Әйткенмен 2 жасқа қарағанша ояуынан ұйқысы көп болады. 2-3 жасар бала күндіз 1,5-3 сағат, түнде 9-12 сағат. 4-5 жасар бала күндіз сирек ұйықтағанмен түнде 10-11 сағат ұйықтайды. 6-7 жасар бала 8-10 сағат, 12-13 жасар бала 8-9 сағат ұйықтайды. Жеткен адамға 6-7 сағаттан артық ұйықтау дұрыс емес. Қозғалуы. Адам денесі қозғалу тілейді. Адам неғұрлым жас болса, сол ғұрлым қозғалуды көп тілейді. 2 жасар дені сау бала 1 минутта тыныш отыра алмайды, күні бойы шаршау білмей ойнайды да жүгіреді. Бала жүре бастамаған күнде тек отырмай, аяқ-қолын шолтаңдатып отырады. Бірақ бастапқы кезде баланың қозғалуы оймен, тілеумен қозғалу емес, рефлекс бойынша соқыр қозғалуы. 5-6 айдан былай бала маңындағы нәрселерді ұстауға, қолына алып ойнауға өзі тілей бастайды. Міне, бала қозғалуды өзі тілей бастаған кезде ана оған түрлі жеңіл ойын көрсетіп, көмекші болу керек. Бірақ көмекші боламын деп қозғалуға шамасы жоқ баланы зорлықпен қозғалуға үйрету дұрыс емес. Жаңа туған бала басын және барлық денесін билей алмайды. Оның шамасын келетіні жату. Бала 4 ай толмай басын билей алмайды, 7-8 ай толмай еркін отыра алмайды. Сондықтан 4 айға толмаған баланы жатқан орнынан көп қозғай беру жарамайды. Тегінде баланы өзінің отыруға шамасы келмейтін кезде еріксіз отырғызу қате. Бала бүкір болып қалуға ықтимал. Жас баланы көтеруде дұрыс емес, денесіне зиян келеді. Бұл бір. Екінші, көтеріп үйрету ата-анаға бір бәле ғой. Аяғы бар, тілі бар, дардай баланы апа көтер, әке көтер деп мазаны алуы ұнамды ма? Жас баланы арбаға салып сүйреу қазақтың бір қате жұмысы. Тақтай арбаның ішіне жаман көрпеге оратқызып, баланы салып алып, 6-7 жасар балалар мен ағамның қаракер атынша шабамын деп тұрып, арбаны дүрілдеткенде баланың не жаны қалады? Үлбіреген жас денеге зиян келетін болған соң, аман жанына не қайыр? Баланы еңбектеуден тыюға дұрыс емес, еңбектесін, қозғалсын, жас күшін жұмсай берсін. Бірақ бала еңбектейтін жер таза, тегіс болсын. Мүмкін болғанда тегіс жерге кілем төселген болсын. Қазақтың еңбектеген баласын күні қараң ғой. Ол баланы қараушы болмайды. Бала еңбектеп от орнына барып күйіп қалама керек, күл, көмір жейме керек, нәжіске былғанама керек, сызға, сазға отырама керек, оны бақылаушы жоқ. Үсті басы күл топырақ, нәжіс қолын аузына салады, көзін уқалайды, жағының жүні үрпейіп, сызда, сазда отырады. Бала неше түрлі ауру болатындығы осы сыз өтуден. Сызда, бұл жерде асыралса, мал баласы да оңбайды ғой. Адам баласы мал баласы емес, баланы жақсылап бағу керек. Баланы қолынан ұстай, тәй-тәй қылу дұрыс деуге болмайды, денесіне бір жеріне зиян келтіру мүмкін. Кейбір ата-ана баланың тәй-тәй болғанын қызық көріп, тәй-тәй болғысы келмей, орнына тұрмай отырған баланы еріксіз тұрғызып, тәй-тәй қылады. Бұл істері әрине қате. Балаға ит арба жасап беру дұрыс емес демейміз, бірақ ит арбамен зорлап жүргізбе демейміз. Жағаласы келгенде бала үстелге өзі-ақ жағалайды ғой. Ит арба да баланы да жанында жай тұрсын. Шешесі бірақ байқап отырып, баланы арбаға дұрыс ұстатқызып жіберсін. Жүргісі келсе бала өзде жүреді. 9 ай мен 16 айдың арасында бала жүруге үйренеді. Есте болу керек, баланың мешел болуы тәй-тәй кеш болмағандықтан, ит арбасы болмағандықтан емес, аурулы болғандықтан. Бала мешел болмасын десен, баланды дұрыс күт. Серуен. Ылғи үйде нашар ауада бала құп-қу, нашар меңіреу болады. Сондықтан баланы күн сайын таза ауаға серуенге шығарып тұру керек. Киіз үй ашық, ауамен бірдей. Киіз үйдегі баланы шығарсан да бір, шығармасан да бір. Ал енді қазақтың қысқы үй деп аталатын үңгіріндегі баланы әлсін-әлсін серуенге шығарып тұрмай болмайды. Үй саулыққа дұрыс салынған болса да, баланы серуенге шығарып тұру керек. Себебі үйдің ауасы бұзылып отырады. 6 ай толмаған баланы қыстыгүні серуенге шығару жарамайды. Баланың саулығы нашар болса, докторлар 1 жасқа толмай қыстыгүні шығаруға қоспайды. Күзгі жазғы 2 градустық салқында 1 жылдық баланы күн сайын 15-20 минут серуенге шығаруға болады. 2 жастан былай баланы күн сайын кем дегенде 15-20 минут серуенге шығарып отыру керек. Жаңа оянған
немесе шомылдырған баланы болмаса су жаялықпен серуенге шығару дұрыс емес. Серуенге шығаруға нағыз қолайлы уақыт түстен кейінгі 2-4 сағат арасы. Тістеу баланың дене тұрмысындағы зор өзгеріс. Жас иекті жарып бірінші тісі 6-8 ай арасына шығады. Иекте тамыр көп болғандықтан тістеу басталғанда бала әжептәуір ауырады. Ұйқысы тынышсыз, бас аяғы ыстық болады, аузынан сілекей шұбырады, баланың әлсін қолын аузына сала береді. Мұндай уақытта баланы таза ауа серуенге жиі шығару керек. Жылы суға жиі шомылдыру керек. Балаға тіс төмендегі тәртіппен шығады. Тіс 4 түрге бөлінеді. Бірінші түрі күрек тіс, саны 8 болады, 5-12 ай арасына шығады. Екінші түр ит азу, саны 4, 12-16 ай арасына шығады. Үшінші түр ас азу, саны 4, 17-20 ай арасына шығады. Төртінші түрі түпкі азу, саны 4, 20-24 ай арасына шығады. Міне осымен баланың 20 сүт түсі болған болады. 7 жаста бұл сүт түсі түсе бастап, 7-11 жасында балаға дәйімгі тіс шығады. Яғни жаңағы айтылған 20 тіс түсіп қайта шығып, олардың үстіне тағы азу қосылады. 12 жаста тағы 4 азу шығады. Сөйтіп, дәйімгі тістің саны 28-ге толады. 22-25 жас арасында 4 азу шығады. Мұны ақыл азу дейді. Баланың сүт түсі өте нәзік болады. Ыстықта, суықта жарамайды. Қатты аста шайнай алмайды және бұзылымпаз келеді. Сондықтан баланың тістерін таза ұстау керек. 3 жастан былай тамақ берген сайын баланың аузын жуып отыру керек. Тісті жаман бұзатын нәрсе тәтті. Жас балаға тәтті беруге жарамайды. Бірақ есейген соң беруге мүмкін. Бірақ аз және сирек беру керек.